Сәлем, қалайсыңдар, құрметті Photoshop сүйер қауым. Photoshop деген жалпы жақсы. Бүгін біз үйренеміз, маған көбінесе сұрайды, шрифт қалай орысша алфавиттерді түрлі ағылшынша шрифт сияқты түрлі өрнек қылып қалай жасаймыз дейді да жалпы. Соны бүгін үйренеміз, жай ғана ол оңай. Google-ге кіресіздер. Google-ге кіреміз. Google-ге кіріп, қазір PixArt, мінекей PixArt шрифт деп жазасыздар. Бізге шығады PixArt шрифт. Дәл қазір так. Міне достар, русский шрифт, яғни мына жерден көп шығады, әртүрлі шрифттер шығады. Мына жерден русский шрифт. Мысалға қазір бірінші шықты, осыған кіре салдым. Одан да сіздерге оңай сайттардың нелері тұрады астында. Дәл осылай сіздерге түрлі шрифттер шығады. Қазір ала саламыз, маған қолыма ілінгенін аламын. Сіздерге көрсетсем болып басыз. Мінекей скачать шрифт бесплатно дейді. Осыны аласыздар. Мінекей скачать. Мен бұны скачать етіп қойған бұны. Мой файлға кіресіздер. Сіздерде қандай білмеймін, менде қазір бұл түсінде осы түседі. Мінекей TTF деген формат, яғни тексттің форматы, шрифттің форматы бұл TTF деген. Соны аласыздар, переместить етеміз. Память устройства, және де бұны PixArt-тың ішіне кіріп, фонд осының ішіне сақтайсыздар. Мінекей переместить сюда. Дәл осылай сақтаймыз. Енді бізге PixArt ашылады. PixArt-тан текстке кіреміз. Текстке кіріп, мен қазір Мико деп өзімнің атын жазам. Орысша шрифтпен, оны әрине Мико деп жазамда. Енді қараңыздар, бізде енді жоғарыда жақта плюс батырмасы бар. Соны басасыздар, және де ОК батырмасын басасыздар. Сосын My Fonts-тың ішіне өз түседі. Енді қараңыздар, қараға өзгертеміз, және де русский шрифті осындай әдемі шрифттерге ауысады. Бұл әрине жағандай плюс батырмасы, сосын русский шрифт. Русский шрифттерді осылай өзгертеді. Мінекей, дәл осылай өзгертесіздер. Ұмытпаңыздар, плюс батырмасы My Font. Ар жағындағылар енді олар платный болып табылады. Дәл осы жүйеде істейсіздер. Егер ұнап жатса, ол видеоға лайк басыңыздар деп айтып қоя салайын. Енді ары қарап FX-ке кіріп, жай ғана өзгерте салайық. Ломон таңдаймыз, азайтамыз. Енді бұны істеу әрине міндетті емес, жай ғана менің фотом әдемі шықсын деген түрім. Біздің топ ұнат деген ойдамыз, және де жазылыңыздар. Дәл осылай біз астына қарап тағы да шрифттерді сіздерге қалдырамыз. Сау болыңыздар.